Сәлем баршаңызға, сіздерге өте оңай әрі тез жасалатын пирогты ұсынатын боламын. Апельсиннен жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және қантымызды салып араластырамыз. Толық нұсқасын видеоның астынан көре аласыздар. Одан кейін ерітілген сары майымызды араластырып, қаймағымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Апельсин қажет. Апельсиннің сыртын теркадан өткізіп, жаңағы салмамызға салып араластырамыз. Одан кейін разрыхителімізді және өлшенген ұнымызды жаймендеп салып, винчиктің көмегімен жақсылап тұрып біріккенше араластырып шығамыз. Осындай масса болып шығады. Одан кейін жаңағы теркадан өткізілген апельсинді осылай домалақтап кесіп шығамыз. «24-тік форма пайдаландым. Пергаментный қағазымызға осылай сахарный пудрамызды кішкене сеуіп шығамыз. Содан кейін апельсинімізді орналастырамыз. Апельсинімізді орналасқаннан кейін жаңағы массамызды үстіне құйып, тегістеп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін табамызды төңкеріп, осылай формамызды аламыз. Осындай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, иісі бұрқырап, отбасыма ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.